Өзіне сипаттама беру әрине қиын. Бірақ нақты айтарым, алдыма мақсат қоя білемін. Сол мақсатқа табандылықпен жетемін. Қазату мендей жастарға ғылыммен айналысуға мүмкіндікпен шабыт береді. Кез келген адамның сүйікті бір сөзі бар. Ал менің жаныма жақын сөз ол мүмкіндік. Сәлеметсіздер ме? Мен Ақгүл Кәсіпхан, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті студиясынан агроорта бағдарламасын жүргіземін. Бүгінгі бағдарламада жем конвейері ешкілер үшін. Біз жыл бойы өндірілетін жем-шөп кластерін ұйымдастыруды ұйғардық. Бір суда балық пен көкөніс. Біз балық шаруашылығы мен көкөністің өнімдерін бір мезгілде аламыз. Қояндар бағалы былғары ғана емес. Кеңес одағында қоян етін өндіру жылына 200-250 тоннаға дейін жетті. 5000 тонн в год. Сонымен бүгінгі бағдарламаның негізгі сөзі яки кілті бұл мүмкіндік. Айтпақшы, біздің бір таныс фермер шаруалар еңбегінің қиындығына қатысты қойылған сауалға мен оптимистпін, әр қиындықтың бір жеңілдігі бар, ол мүмкіндік деп жауап қайтарған еді. Бүгінгі мен әңгімелейтін бағдарламаның барлығының мазмұны осыған саяды. Соның бірі ешкі өсіретін шаруа қожалықтары үшін мықты жем-шөп базасын қалай жасауға болатындығы жайында. 2016 жылдан бері Ақмола облысындағы зеренді асыл тұқымды шаруа қожалығы сүтті ешкілерді өсірумен айналысып келеді. Асыл тұқымды шаруа қожалығының меңгерушісі Азамат Тұрмағанбетов әңгімелейді. Основное направление это негізгі бағытымыз сүт өнімдерін шығару. Ашытылған сүт өнімдері сүттің өзін, ірімшіктің жұмсақ және қатты түрлері, сонымен қатар балмұздақ, ұлттық өнімнің құрт және басқа да түрлерін шығарамыз. Бұл кәсіпорынның өнімдері әрдайым сұранысқа ие. Дегенмен асыл тұқымды шаруа қожалығы 3 жыл аралығында жеке жем-шөп базасы болмай біраз қиындық көрді. Сондықтан қажетті мал азығын жергілікті жерден сатып алуға тура келді. Бұл біріншіден жануарлардың рационына, екіншіден өнімнің өзіндік құнына әсер етті. Барлық жағдайды таразылай отырып, шаруа қожалығы өз жем-шөп өндірісін құруды реттеу үшін ғылымның көмегіне сүйенуді жөн көрді. Осыған орай агроөнеркәсіп орнының басшылығы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ғалымдарына жүгінді. Агроуниверситет арнайы бағдарламасын жасады. Біздің ешкі сүт тауарлы ферма үшін мемлекеттік жоба бойынша біз жыл бойы өндірілетін жем-шөп кластерін ұйымдастыруды ұйғардық. Ғалымдар далалық және өндірістік тәжірибелер жасау үшін учаскелер таңдады. Солай азықтандырудың жаңа рационын жасады. Азықтандырудың бұл рационы жоңышқа пішенінен, дәнді бұршақ дақылдарынан және оған қосымша құрамында ақуыз бен минералды заттар жиынтықталған жем-шөптен тұрады. Жарамды мықты жем-шөп базасын құру үшін қажетті егіс алқаптарының аумағын есептеп, ауыспалы егістің оңтайлы схемасы жасалды. Был заготовлен сочный корм. Ылғалдылығы 50-60%, құрғатылған және шабылған шөптің массасынан шырынды пішендеме дайындалды. Концентрациялық жем-шөп, сұлы мен арпаның орташа шығымы гектарына 1,4 тонна дайындалды. Орташа шығымы 1,4 тонналық бірінші жылғы жоңышқаның пішендемесі дайындалды. Средней урожайностью 1,4 тонн. Бірлесіп жұмыс деген бірінші маусым өте сәтті өтті. 2019 жылдың жазында шаруа қожалығының мамандары мен ғалымдар республикамыздың білім және ғылым министрлігінің грантын алуға өтініш берді. Әңгіме Ақмола облысының Қуаң дала жағдайында сүт ешкілерін жыл бойы толыққанды жем-шөппен қамтамасыз ету үшін шикізат конвейерін әзірлеу жобасына қатысты өрбуде. Егіншілік және өсімдік шаруашылығы кафедрасының аға оқытушысы, PhD докторы Әділбек Ноғаевтың бізге айтқанындай, қазірдің өзінде бұл жобаға 38 миллион теңге көлемінде қаржы бөлу көзделген. По
3 жылғы зерттеудің нәтижесі бойынша шаруашылыққа шикізат конвейерін қосу үшін қандай дақылдармен жұмыс істеу керектігі жөнінде тиісті ұсыныстар береміз. Включать сырьевой конвейер. Университет мамандарының әзірлеген жұмыстарының алғашқы қорытындылары көңіл толтырарлық. Тәуліктік сүт өнімділігі 2 килограмм 300 граммнан 3 килограмм 100 граммға дейін жетті. Яғни өсім 35%-ті құрады. Ғалымдармен бірлесіп жұмыс істеу жалғасатынын ескерсек, бұл көрсеткіш одан әрі өз жемісін берері сөзсіз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымы бойынша адамның бір жылдық рациондағы балық өнімінің мөлшері 16 килограммнан кем болмауы тиіс. Ал Қазақстанда бұл көрсеткіш 4 есеге төмен. Сонда біздің еліміздің әрбір тұрғынның бір жылдық рациондағы балық өнімінің мөлшері небәрі 4 килограммды құрайды. Тазатудың ғалымдары акваөріске байланысты бірнеше жобаны дайындап, оны эксперименттік негізде жүзеге асыруды бастады. Бұл игілікті бастама қалай, қай жерлерде қолға алынғаны туралы бізге балық шаруашылығы кафедрасының меңгерушісі, доцент, ветеринария ғылымдарының кандидаты Қуаныш Сыздықов айтып берді. Мы находимся в научно-исследовательском центре «Рыбное хозяйство». Біз балық шаруашылығы ғылыми зерттеу орталығында тұрмыз. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің балық шаруашылығы кафедралары. Біз тұрған ғылыми зерттеу орталығы балық шаруашылығындағы инновациялық технологияларды дамытуға, жаңа акваөріс объектілерін өсіру жұмыстарын зерттеуді жүргізуге арналған. Развитие инновационных технологий в рыбном хозяйстве. Университет ғалымдарының істі қолға алғандағы басты ұстанымы, егер ресурстар болмаса, онда оны жасау керек. Нәтижесінде ресурстардың 3 түрін қарап шықты. Бірінші, тұйықталған су қоймасын орнату. Мұнда бассейндік шаруашылықтардағы сияқты бекіренің белгілі сүйрік, Сібір бекіресі тұқымдас түрлерін өсіруді. Сондай-ақ тилапия, африкалық сом және барамунди сынды экзотикалық балықтарды дамытуды зерттеу үстінде. Әсіресе біздің түсіру тобын қатты қызықтырғаны барамунди болды. Ерекше көңіл бөлуге себеп оның қимыл қозғалысында. Агрессивті әрекет. Родом она из Австралии. Австралиядан көксерке, алабұға балықтарына ұқсас. Айтарым жоқ, жақсы балық. Неге дейсіз ғой? Бұл балық салмақты жылдам қосады. 20, одан да көп килограммға дейін жетеді. Әрі дәмінің сапасы өте жоғары. 20 более килограммов. Акваөрістің екінші ресурсы Қазатудың балық шаруашылығы ғылыми зерттеу орталығының мамандары зерттеп жатқан бұл аквапоника. Осынау технология бойынша балықтар мен өсімдіктер бір мезгілде өсіріледі. Мысалы, жылыжай көкөністері мен жасыл шөптер, яғни 2 жеп 1 шайнақ қағидасы іске асады. Рыбы содержатся в бассейнах. Бассейндегі балықтар өздеріңіз көріп тұрғандай белгілі бір биологиялық заттарды шығарады. Бұл метаболизм әсіресе балықтарға еріген суда зиянды, алайда біз бұл суды өсімдіктің тамыр жүйесін нәрлендіру үшін пайдаланамыз. Подпитки корневой системы растений. Сонымен университет ғалымдары зерттеп жатқан 3-ші бағыт бұл балықтарды ашық су қоймаларында өсіру. Биологиялық ресурстарды толық мөлшерде пайдалану үшін біз орталық және солтүстік Қазақстанда осы көл тауарлы шаруашылық модельдерін жасауды әзірлеп дамыттық. Республика үкіметі саланың барлық мүмкіндігін пайдалана отырып, оның ішінде аквамәдениетті де балық шаруашылығын дамытудың өңірлік бағдарламаларын әзірлеп бекітуді тапсырды. Бұл орайда дер кезінде қолға алынған агротехникалық университет ғалымдарының ғылыми зерттеу және тәжірибелік жұмыстары өте маңызды. Қоян шаруашылығы директорының радиожурналистке берген сұхбатындағы езуге күлкі ерерсет естеріңізде ме? Ол кезде журналистің жолы болмады. Өйткені ол небәрі бір ауыз сөзді есіне сақтауға шамасы жетпей, қайта-қайта шатасып айталмаған өте жасқаншақ сұхбаттасушымен жолыққан еді. Сондағы бір ауыз сөз қоян бағалы былғары ғана емес, сонымен қатар 3-4 килограмм жеңіл сіңімді ет. Про кроликов я спрашиваю, поехали! Кроли – это не только цельный мех, но и цельные когти, шерсть и молоко.
молоко. Кролячий. Так. Ал біздің түсіру тобының жолы болды. Қазақ агротехникалық университетінің мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу мен өндіру технологиясы кафедрасының аға оқытушысы Дулат Ибраев қоян фермасының ерекшеліктері жайында ешқандай жасқаншақтамай өте қызықты әңгімелеп берді. Дулат Ибраев біздің түсіру тобын зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқан шағын қоян фермасына шақырды. Әңгіме ғылыми жоба туралы емес, кеңестік статистиканың қаптаған цифрларын тізуден басталды. 80-е годы по всему Союзу 80-ші жылдары бүкіл кеңес одағы бойынша қоян фермалары 1500-дің айналасында болды. Оның 115 асылдандыруға бағытталды. Жалпы кеңес одағында қоян етін өндіру жылына 200-250 тоннаға дейін, ал тері өңдеу 60-80 миллион данаға жетті. 60-80 миллион штук. Қазақстанда қазіргі кезде қоян өсірумен бірнеше шаруашылық қана айналысады. Негізінен шағын фермалар басым. Қояндар өсімтал жануарлар. Соған қарамастан күтіп баптау ережелері мен шарттары дұрыс сақталмаса, түрлі ауруларға бейім келеді. Осы жағдайларды ескере отырып, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің мамандары бірнеше жыл бұрын ғылыми жобаны жүзеге асырған еді. По бюджетной программе 200... Ғылымды дамыту бюджеттік бағдарламасының ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруға ұсынатын бағдарламалары бойынша біз 2015 пен 2017 жылдың аралығында солтүстік Қазақстан жағдайында акселерат қояндар өсіру жобасын жүзеге асырдық. Бұл жобаның ерекшелігі неде? Әдетте солтүстік Қазақстанда қояндарды жабық қораларда өсіреді. Жануарларды өсірудің бұл әдісі қоян өсірудің ретро тәсілі деп аталады. Мұндай жағдайда бәрі ойдағыдай болуы шарт. Қораның ішінде желдеткіш жүйесі мен тұрақты температура жұмыс істеуі керек. Ал қазатудың ғалымдары қояндарды жыл бойы ашық алаңдарда өсірудің технологиясын іске асырды. Жоба бойынша Миакро технологиясының нөмір 23-ші фермасының моделін біздің модификациямыз бойынша пайдаландық. Мұндай моделі кезінде ферманың жануарларды іріктеу мен селекциялық жұмыстар жеңіл жүргізіледі. Перед вами стоит вот Сіздердің көз алдарыңызда кварта моделі. Бұл ұяшықтар жас қояндарды оқшаулау үшін. 70 күннен бастап 120 күнге дейін олар осында ұсталады. Егер жою керек болса, онда олар бордақлауға қойылады. Сосын 120 күннен кейін союға жіберіледі. Ал мынау киіз үй моделі. Бұл ұяшықта аналық қояндар көжектермен бірге ұсталады. Для содержания кролика-маток с потомствами. Қояндарды ұстаудың маңызды бір факторы азықтандыру рационының құнарлы болғаны. Ол үшін пробиотиктер қосылған құрама жемнің балансы сақталуы тиіс. Олардың маңызы туралы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің аң аулау мен балық шаруашылығы кафедрасының аға оқытушысы Лаура Бұршақбаева әңгімелейді. Такие препараты изготавливают. Осындай дәрі-дәрмектер сүт қышқылы бактериялары негізінде жасалады. Құрама жемнің құрамында сүт қышқылы бактериялары болғандықтан қояндардың ас қорыту жолдары жақсарады. Пищеварительный тракт кроликов улучшается. Ал енді жобаның нәтижелерін қорытындылайық. Кәдуілгі қоян өсіру барысында 120 күн ішінде оның салмағының ең жоғарғы көрсеткіші 3 килограммға жетсе, қазату ғалымдары жасаған қоян фермасында салпаң құлақтардың салмағы 4,5-нан 5,5 килограммға дейін жетеді. Қоян өсірудің бұл әдісін солтүстік Қазақстанның бірнеше қоян фермалары қолданып көрмекке бекініп отыр. Осы орайда университет ғалымдары студенттер мен докторанттарды ғылыми жобаға қатыстыра отырып, өз технологияларын одан әрі жетілдіре түспек. Мұндай тәсіл тәжірибені кеңінен таратудың мүмкіндігі екені даусыз. Осымен бағдарламамызда аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Ақгүл Кәсіпхан. Сіздердің көргендеріңіз Агроорта бағдарламасы.
Қазақстандағы тұңғыш университет видеожурналы. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті студиясында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жазату маған өмірге үлкен жетістікті жолдама берді. Казату для меня это пространство, где могут осуществляться мои идеи. Казату ГИС-центр мен үшін болашақтың баспалдағы. Казату – это возможность увидеть реальные плоды своей научной работы. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетті. Болашақ мұнда ақиқатқа айналады.